Сәлеметсіздер ме арнамның көрермендері? Егер балаңыздың дене қызуы 39-40 градусқа дейін көтерілсе, бұл кез келген ата-ана үшін қорқынышты жағдай. Бүгінгі видеода ыстықтың неге көтерілуі мүмкін екенін, үй жағдайында қалай қауіпсіз түсіруге болатынын, қай кезде міндетті түрде дәрігер шақырту керектігін талқылайтын боламын. Біріншіден, ыстықтың себебі. Дене қызуы ағзаның қорғаныс реакциясы, яғни ағза вирус пен бактериямен күресіп жатыр деген сөз. Ең жиі себептері жедел респираторлы вирусты инфекция, тұмау, ангина, бактериялық инфекциялар, мысалы отит, бронхит немесе пневмония болуы мүмкін. Кішкентай балаларда тіс шыққан кезде температура көтеріледі. Кейде вакцинадан кейінгі реакция болуы мүмкін. Бірақ ең бастысы ыстықтың себебін анықтау және оны қауіпсіз деңгейге дейін түсіру болып табылады. Үй жағдайында не істеуге болады? Егер температура 39 градустан жоғары болса, ағзаға көмектесу керек. Ең бірінші, көп сұйықтық беру керек. Ең маңыздысы, баланы суық емес жылы сұйықтықпен жиі суару керек, яғни орысша айтқанда отпаивание. Су, морс, шай, компот беруге болады. Екіншіден, жеңіл киім және бөлме температурасын қалыпта ұстау. Бөлме температурасы 20-22 градус шамасында болған дұрыс. Баланы жылы орамаңыз, бұл жылуды шығаруға кедергі жасайды. Үшіншіден, физикалық салқындату қолдануға болады. Денесін жылы сумен, 35-36 градустық жылы сумен сүртіңіз. Суық сумен, сірке немесе спиртпен сүртуге болмайды, бұл қауіпті. Қызу түсіретін дәрілер беріңіз. Тек дәрігер ұсынған дозада, парацетамол немесе ибупрофен. Бір уақытта 2 түрлі дәріні араластырмаңыз. Қай кезде дәрігерді міндетті түрде шақырту керек? Төменгі жағдайлар болса, уақыт жоғалтпай дәрігер шақырыңыз. Бала 3 айдан кіші және температура 38-ден жоғары болса, 3 күннен астам ыстық түспесе, баланың аяқ-қолы мұздап, ерні көгерсе, тыныс алуы қиындаса, есі бұлыңғыр болса, фибрилді тырысу, яғни судороги болса, мұндай кезде өз бетіңізше ем қолдануға болмайды. Баланың ыстығы қатты көтерілгенде нені істеуге болмайды? Көп ата-аналар мына қателіктерді жиі жібереді. Баланы қалың орау, суық сумен немесе спиртпен сүрту, дәріні рұқсатсыз араластыру, мысалы анальгин, димедрол және тағы басқаларын. Температура 39 болса да, өзі түседі деп күттіру. Бұл тәсілдер баланың жағдайын нашарлатуы мүмкін. Есіңізде болсын, қызу көтерілуі әр балада әртүрлі өтеді. Ең бастысы сабыр сақтау, дұрыс сұйықтық беру, баланы қадағалау және қажет болса дәрігермен байланысу. Баланың ағзасы мықты, тек оған дұрыс көмек қажет. Құрметті арнамның көрермендері, егер де видео пайдалы болса, қазақ тілді арнаны қолдап, лайк басып, арнама жазылып кетіңіздер. Комментарийге өз тәжірибеңізді жазыңыз, мүмкін ол басқа ата-аналарға көмегін тигізеді.